Так, қайырлы таң, қайырлы күн баршаңа. Сендермен бірге Fast Money Forex. Біздің шотымызда $100 тұр. Енді осы $100 ары қарай көтеру қазір біздің мойнымызда. Асықпай, қазір торговлер сайтын боламыз. Негізі бір қадамнан нақтылап жеке видео істеген дұрыс деп ойлаймын. Алдыңғыдай, чтобы артық путаница мен және сложностьтар болмас үшін да өзіме керектісін ғана алып, и уже қалғанын келесі торговляға алып, немесе келесі перерывке қалдырғым келіп отыр. Соның арқасында видео қысқа болады. Сол қысқа видеоны кішігірім созу үшін енді асықпай істеуге тырысатын боламын. Детально қарап, неге мән береміз, қалай жасаймыз, сендерге даже осының өзі түсінікті болу үшін да бір жағынан да. Так, давайте бір $10 бастап көрейік. $8.80 ары қарай не қыламыз, дөңгелетіп жібереміз. Сонда бізде сол $8.80 өзі көтеріліп кете беретін болады. По этой логике, егерде біз дагон істеп жатқан кезде минус болып қалсақ, шотымызда қайттан обратно $100 қалатын болады. Так, рынок сәл нашарлау болып тұр негізі. Из-за того, что походу понедельник. Но бізді бұл қашан тоқтатқан еді. Тауып аламыз қазір өзімізге керек ситуацияны. SAR esne валютная парасы. Бәрін тексеріп алайын, қарап алайын. 92% беріп жатыр. Ол жақсы. Так, 1 минутта тұр. Уақыт $10 сделка ашам. В целом можно. Давайте төмен сделка ашып көрейік осы жерден. Ну, конечно же, как же без этого не получилось у нас. Онда былай жасайық, соманы 20-ға дейін көбейтеміз, и екі сделка жоғары қарай ашып көрейік. Тура осы тұрған жерден. Так, ББТ-ның целіне барып тұр, көріп тұрғандағындай орындап тастады ББТ-ның целін. Енді бізде только надеяться на то, что баға жоғары жақта қалады деген надежда болуы керек. Так, опасно. Разворот қалыптасып кетейін деп жатыр еді. Ну, уже қалыптасты почти, бірақ біз үлгеруіміз керек, плюс болып. Ну, неплохо. Жақсы, керемет. Так, енді бізде көріп тұрғандарында $126.80 бар. Келесі менің, конечно же, сделкам $26.80 болады. Бірақ енді ол сделканы кейінге қалдыратын боламыз. Әзірше енді бізде бастамасы сәл минуспен басталса да, вагонның өзі жалпы в целом жаман емес. Так, мен клавиатурам істемей қалды, хорошо, ничего страшного. Так, главное көрдіңдер, бізде бір сделка аштық, попытка істедік, но енді өкінішке орай минус болып жабылды. Келесі сделка, соответственно, екі еселенген сделкамен
қосалқы догон сделка ашылды, и бізде қазір $126 бар. 26 мен разгонды жалғастыратын боламыз. Егер де минус болып қалса, $100 біздің шотымызда чисто қалатын болады. Ол бізде перестраховка ол, алдын ала. Бүгінгі разгонымыз аяқталды. Осы қалыппен жалғастыра беретін боламыз. Толыққанды детально, кеңестерді алу үшін осы разгон бойынша, одан бөлек мен статистикамды көру бойынша астындағы телеграм қойып сендер болады. Ол жерде тағы да одан бөлек сендерге обучение дайындап қойғанмын новичоктарға бастауынан. Сондықтан да сендерді күтетін боламын. Сау болыңдар.